тарихи. Бүгінгі сұхбатымыз Алашорда қайраткері, ақын, жазушы, түркітанушы, 20 ғасырдағы қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы туралы болмақ. Бүгінгі қонағымыз жан-жақты ізденіп жүретін өте сирек оқушылардың бірі, нөмір 85-ші мектептің 9-шы Б сынып оқушысы Жұматаева Гүлназ. Гүлназ бізге ақын жазушы туралы айтып кетпек. Қайырлы күн, Гүлназ. Күнің қалай? Қайырлы күн, барлығы жақсы, рахмет. Яғни енді сен қазір мектеп қабырғасында оқып жүргендіктен бізге ақын жазушы туралы айтып кетсең, яғни өте қызықты деректер, мысалы, және қай жылы туылды, қай ауылда? Айтып кетейін, Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы 5-ші қыркүйекте Қостанай облысы Жангелді ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келген. Ол кісі кішкентай жасынан өзінің зеректігімен, ақылдылығымен көзге түскен. Ол кісі барша қазақ халқына аса танымал, беделді адам болған. Мысалға айтып кететін болсам, ол кісі педагог, ақын жазушы, түркітанушы, әдебиеттанушы және де қоғам қайраткері болған. Гүлназ, тағы бір сұрақ қойып кетсем, ол кісі білемінше аудармашы болған, яғни қандай еңбектерді аударған және кімдердікін аударған айтып кетсең? Дұрыс айтасың, Ахмет Байтұрсынұлы аудармашы болған. Жалпы 1909 жылы ол кісі ең алғаш рет ақын ретінде де, аудармашы ретінде де орыстың белгілі классик ақыны Крыловтың мысалдарынан өзіне керектісін алып, 40 мысал атты шығармасын жарыққа шығарған болатын. Сонымен қоса Александр Пушкиннің мысалға айтып кететін болсам, Балықшы мен балық, Алтын әтеш, Ат Данышпан, Адиктің ажалы. Ол кісіге қазіргі таңда көше, мектеп берілген бе? Өйткені естуімше берілген, яғни басқа қалаларда да өте көп бар, мысалы мектеп, көше, тағы да басқалар. Бұл пікірімді тоқтата келісемін. Ахмет Байтұрсынұлының атына мысалға Астана, Алматы қалаларында көше аттары берілген. Мысалға сөзіміздің Қарағанды қаламызда ол кісінің атына мектеп-лицейлер берілген. Өте керемет бір өзіме пайдалы ақпарат есінде аламын және басқаларға да пайдалы деп ойлаймын. Ахмет Байтұрсынұлы туралы қызықты факт айтып кетсең, біздің көрермендерге қызық болады деп ойлаймын. Айтып кетейін, Ахмет Байтұрсынұлы осы барлығымыз білетіндей, осы жылы ол кісінің мерейтойы болып жатыр. Яғни осы 2022 жылы біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжан президентімен арнайы кездесуге шығып, ол кісімен келісім сөзге отырған болатын. Яғни сол жақта Әзербайжанда бір қаланың көшелеріне осы Ахмет Байтұрсынұлының атауы берілмек деген бар. Әрине, бұл менің естуімше нағыз ақиқат жалғанын әлі білмеймін. Гүлназ, сұхбат бергеніңе өте көп рахмет. Бұл ақпараттар болашақ ұрпаққа, қазіргі ұрпаққа өте көп мәлімет береді деген ойдамын. Сұхбатқа келгеніңе өте көп рахмет. Сізге де көп рахмет. Мен де осындай ортаға келіп сұхбат бергеніне өте қатты қуаныштымын. Және де алдағы уақытта болашақта бұдан да қызық деректермен, фактілермен бөлісіп отыруға тырысамын. Жақсы, рахмет. Ахмет Байтұрсынұлы туралы қандай мәліметтер білесің? Ахмет Байтұрсынұлы ақын, ағартушы, аудармашы. Ол кісі көптеген орыс ақындарының мысалдарын аударған болатын. Ол кісі бізге көптеген мұра қалдырған, соның ішінде маса 40 мысал деген өлеңдері бар. Ахмет Байтұрсынұлы туралы қандай мәлімет білесің? Ахмет Байтұрсынұлы 5-ші қыркүйекте 1873 жылы Қостанай облысында Жангелді ауданында дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың қоғам қайраткері, педагог, түркітанушы, әдебиет ғылымының зерттеушісі және де Алаш партиясының құрамында болған адам еді. Ахмет Байтұрсынұлы туралы шығармалар білесің бе? Ахмет Байтұрсынұлының Ерсайын 40 маса деген шығармаларын білемін. Ахмет Байтұрсынұлының тағы да қандай шығармаларын білесің? Ахмет Байтұрсынұлы өте атақты тұлғалардың бірі. Ақынның бізге қалдырған асыл мұрасы көп. Оның ішінде шығармалар мен өлеңдері бар. Мысалға айтып кететін болсам, Ерсайын, Өзен мен Қарасу, Шал мен ажал, Анама хат, Ат, Ала қойлар, Данышпан Аликтің ажалы және тағы да басқалар. Өзіме ұнаған Анама хат өлеңін айтқым келеді. Қарағым, дұға гойым, қамқор анам, арнап хат жазайын деп алдым қалам. Сені онда, мені онда аман сақтап, көруге жазға еді хақ тағалам. Бара алмай өтірікші болып әптен, Семейдің түрмесінде отыр балан. Мал ұрлап кісі өлтірген айыбы жоқ, үкімет өр зорлыққа не бар шаран. Үмітсіз
шайтан болсын деген сөз бар. Жолдар бар да жанатқа да тарам-тарам. Оқ тиіп он ішінде, от түсіріп бітірген жүрегімде бар бір жарам. Алданып тамағыма оны ұмытсам, болғандай жегенімнің бәрі харам. Адамнан туып, адам ісін етпей, ұялмай не бетімен көрге барам. Келешекте ақынның басқа да өлеңдерін жаттаймын. Ахмет Байтұрсынұлы, яғни жазушымыз ақын туралы басқа қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар қандай ойда болған? Сол туралы айтып кетсеңіз. Біріншіден Ахмет Байтұрсынұлы туралы өзі туралы айта кететін болсақ, ол кісі бізде түркітанушы, педагог, публицист және де әдебиет зерттеуші, және де өте құрметті қоғам қайраткері. Ол кісі туралы басқа да қоғам қайраткерлерінің ойы туралы айта кететін болсақ, мысалға Алаш партиясының мүшелерін мысалға келтіруге болады. Оның ішінде Міржақып Дулатұлы мен Әлихан Бөкейханды мысалға келтіруге болады. Олар Ахмет Байтұрсынұлы туралы өте үлкен ойда болған және пікірде болған. Ол кісіні қатты құрметтеген және де мен ол кісілермен келісемін. Себебі Ахмет Байтұрсынұлы туралы Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың болашағы мен азаттылығы үшін өте үлкен үлес қосып күрескен кісі. Қайырлы күн. Сіздің білетініздей, осы жылы біздің белгілі атамызға Ахмет Байтұрсынұлы 150 жыл толып жатыр. Мен сізге қоятын сұрағым, маған осы ақыннан кем дегенде бір үш өлең айтып кетсеңіз. Ахмет Байтұрсынұлының өлеңдерін Маса және Қырғызстан Ахмет Байтұрсынұлы жайлы қандай қызықты деректер білесіз?